2025 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда мемлекеттік жәрдемақылардың барлық түрлері мен базалық зейнетақы төлемі 6,5%-ға өседі. Бұл көрсеткіш Қазақстан ұлттық банкі айқындаған инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес белгіленген. Ал ынтымақты зейнетақы 8,5%-ға артады. Бұл инфляция деңгейінен 2%-ға жоғары. Сонымен қатар, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде ең төмен базалық зейнетақыны ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ал ең жоғарысын 120%-ға дейін кезең-кезеңімен көтеру жұмыстары жалғасуда. 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төмен базалық зейнетақы мөлшері күнкөріс деңгейінің 65%-дан 70%-ға дейін артып, 32.360 теңгені құрайды. Ең жоғары базалық зейнетақы 105%-дан 110%-ға дейін өсіп, 50.851 теңгеге жетеді. Жаңалықтарды бақылап, маңызды ақпараттан хабардар болыңыз.